жақсы адам болуды үйретті. 2 ай бойы тағылымдамадан өтіп қаладағы аты дардай фирманың есеп бөліміне жұмысқа тұрдым. Ондағы бас есепшілердің әрқайсысының жеке кабинеті бар. Ал біз 5 қыз бір кабинетте отырамыз. Бәрі тәртіпті, өз жұмысына берілген адал қызметкерлер. Басшылық тарапынан үнемі қолдау көреміз. Жанын беріп жұмыс істейтін қызметкерлерін жоғары бағалайды еді. Әр 3 ай сайын 1 айлық жалақының көлеміндей сыйақы беретін еді. Көз бояушылық жасап жүрген біреуін көрмейсің. Мен де жұмысқа қабылданған күннен бастап жеңімді түріп кірісіп кеттім. Білімім мен зейінім бөлек, алғырлығым мен ептілігім бар. Соның арқасында өзімді жақсы жағынан көрсеттім. Жақсы адамдардың жанында көбірек жүруге ұмтылдым. Маған тікелей тапсырма беретін Жайна апайдың сыпайылығы, жүріс-тұрысы, сөйлеу мәнері тым өзгеше. Өзіне ерексіз тартады. Үлкен кіші демей, бәрімізді тең көреді. Қабағының қатуланғанын көрмейсің. Үнемі жайнап, күлімдеп жүретін. Айналамдағылардан ата-енесіне деген құрметінің ерекше екенін, жолдасын қалай ардақтайтынын естіп таң қалатынмын. Сәтін салса, Жайна апайдан қалай жақсы адам болуға болатынын сұрағым келетін. Ниетімнің түзулігі шығар, екеуміз Сары Ағаш қаласына іс сапарға шығатын болдық. Межелі жерге жеткенше 2 сағат уақыт бар. Осы мүмкіндікті пайдалануым керектігін, бірақ қалай сұрайтынымды білмей, төтесінен қойған сұрағым әдепсіздік болар деп, өз ойыммен араластырып отырғанда, Сұлу апайымның өзі сөз бастады. Сұлу қыз, әңгіме айтып, жолды қысқартайық. Өзің отбасың туралы айтып отыр, деді. Айтатын сөзімді аузыма салып бергендей, не қуанып өзім туралы қайтарда айтайын. Қазірше сіздің туралы білгім келіп отыр, дедім. Жайна апай күліп, не туралы білгім келеді, деп бетіме қарады да әңгімесін жалғастырып әкетті. 20 жасымда сыныптастарыма тұрмысқа шықтым. Жолдасым екеуміз 11 сыныпқа дейін бір класста оқыдық. Бір партада отырдық. Бүгінде парта басталған махаббатымыздың жемісін жеп келеміз. Енем 5 сыныптан 11 сыныпқа дейін сынып жетекшім болды. Мені әбден танып, сырыма қанық болған, мен де жақсы танимын. Сондықтан да келіндік өмірім қиын болған жоқ. Ата-енені құрметтеп, сыйласаң, ол кісілер одан артығын сенен талап етпейді. Соны бүгінгі жастар ұға қоймайды ғой шіркін. Алланың берген 3 ұлым бар. Әкесі екеуміз бала тәрбиесіне өте қаталмыз. Балаларды жастайынан еңбекке бауладық. Ауланы тазалау, бақшаның шөбін отау, жер аудару, тіпті ыдыс аяқ жуып, еден сүрту оларға таңсық емес. Алғашқы кездері жұмыс үшін келіспей қалатын. Сосын әкесі жұмыс кестесін жасап, тоңазытқышқа жабыстырып қойды. Дүйсенбі күні тұңғыш ұл үй тазаласа, екіншісі сырттың жұмысын істейтін. Кенжеміз ыдыс аяқ жуып, ағаларына қолғабыс болатын. Ал біз таңнан кешке дейін жұмыста боламыз. Жолдасым мектепте директордың тәрбие ісі жөнінде орынбасары. Өзімді білесің. Ұстаздың баласының нашар оқуға қақы жоқ. Үнемі сабаққа дайын жүру керек. Әкесінің атына кір келтірмеу үшін ұлдарымыз да тырысады. Үлкенім математика сабағының үздігі. Үнемі олимпиадаға қатысып, жүлделі орынды алады. Үшеуі де озат оқушы деп мақтана айта аламын. Ұлдарымның бос уақыты жоқ. Сабақтан шыққан соң
шахмат, күрес секілді үйірмеге барады. Ағылшын тілінде жетік меңгерген. Ұлдарымызбен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Мен жұмыстан келе салысымен-ақ тамаққа әзірлеуге кірісетінмін. Ас дайын болғанша ұлдарыммен сырласамын. Мектептегі жай күйін, қайсы пәннен қандай баға алғандарын, не өткендерін, қайсы сабақта қандай қызық болғандарын сұрайтынмын. Олар да жарысып айтып береді. Үшеуінің де достарын танимын. Ата-аналармен де таныспын. Туған күндерінде жақсы достарын ата-аналармен бірге шақырып тойлаймыз. Себебі бала тәрбиесі деген күрделі мәселе. Үйде қанша тәрбиелеп, жақсы дүниені үйретсең де, дос, қоғам адамның өзгеруіне септігін тигізеді. Сондықтан дос таңдауда қателеспеуге кеңес беремін. Бірге таңдаймыз. Қызықтыратын қыздары туралы да сұраймын. Үлкенім ұялып айтқысы келмейді. Десе де жасыратын құпиясы жоқ екенін айтып, көңілімді жайландырады. Күнде таңертең жұмысқа шығудан алдын ата-енеме, ата-анама хабарласып, жағдайын сұрауды әдетке айналдырғанмын. Менен бөлек жолдасым да, ұлдарым да амандасып, қал жағдайларын сұрайды. Үлкен кісілер де батасын беріп, алғысын айтады. Әр мереке сайын сыйлық сыйлауды да ұмытпаймын. Сыйлық алатын кезде міндетті түрде ұлдарымды ертіп аламын. Қандай сыйлық алу керектігін ақылдасамын. Ал жалақы алғанда отбасылық демалыс ұйымдастырамыз. Ата-анамызды алып мейрамханаға барамыз. Өйткені балаға айтып емес, көрсетіп тәрбие берсең, өскенде сенен көрген істейді. Ата-анамызды сыйлау арқылы ұлдарымызға өзімізді сыйлауды үйретіп жүрміз. Кешкі ас ішіп болған соң бесеуіміз серуендейміз. Аулада баскетбол, волейбол, футбол ойнаймыз. Бұл да бір-бірімізге жақын болуға ықпал етеді. Мен әкесіне жасқанып, анасына ойындағысын айта алмай жүретін балаларға жаным ашиды. Ондай отбасыны мүлде түсінбеймін. Балаға өзің жақын болмасаң, ол өзге біреудің жақын тартады. Өзгеден жылулық күтеді. Ол кез келген ата-анаға соққы деп ойлаймын. Сондықтан да болашақта тұрмысқа шыққан кезде ең алдымен күйеуіңді, ата-енеңді сыйла, ардақта, құрметте. Әр адамда кішілік пен кісілік болады. Тек оны жөнімен қолдана білу керек. Кез келген ортада, жұмыста, отбасыда да, достардың арасында да сыйлы болғың келсе, өзің сыйлай біл. Адал бол, әділетті, шыншыл бол. Міне, осы сөздерді ұлдарыма үнемі айтып отырамын. Сен де қызымдайсың ғой, есіңде сақтап ал. Өзің жақсы болсаң ғана айналаңдағы адамдардың бәрі жақсы болады. Жақсы адам болу түк қиын емес. Өз қолыңда алтыным, деді күліп. Шынында да оп-оңай, өміріңді өзіміз қиындатамыз ғой. Жақынымызбен жауласып, қырғи қабақ болып, өкпелеп, жек көріп, кек сақтап жүрудің не керегі бар? Жақсы адам болып, жақсы адамдармен жақсы өмір сүруге не жетсін? Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.